Сәлем достар, әлем тек әдемі әрі пайдалы дүниелерден ғана құралмайды. Қанша жақсы жағы болса, сонша жаман тұстар да кездеседі. Қарапайым тамақтың өзі кейде сіздің өміріңізге қауіп төндіреді. Сондықтан бүгін біз сіздерге әлемдегі ең қауіпті 5 тағамның түрімен таныстырамыз. Шетелде қыдырып жүргенде абай болыңыздар. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Ендеше кеттік. Фугу балығы. Балықтың құрамындағы бір тамшы у сіздің денеңізді жансыздандырып, кейіннен тыныс алу жолын тоқтатады. Негізінен фугудың ең қауіпті жері уылдырығы мен бауыры болып есептеледі. Жапон халқы удың етке тарап кетпеуін қадағалайды. Алайда дәмі тіл үйірерлік болғандықтан, мұны жейтіндер саны да едәуір көп. Бұл астан жылына 10 адам көз жұмады екен. Саннак джи. Бұл ешқандай да улы тағам емес. Тек тірі 8 аяқ. Бұл тағамды алдыңызға алып келген кезде, ол сізге ешқандай қиыншылық туғызбайды. Бірақ жеуге кіріскенде, ол да өз өмірі үшін арпалысқа түседі. Жылына 8 аяққа үйір болған 6 адам бұл өмірімен қоштасады. Үлкен бақа өгіз. Бақаның ағзасы мен терісі уға толы болып келеді. Бірақ жеуге келмесе де, адамдар оны тазалап, тағам ретінде дайындайды. Мұндай тағамды жеген адамның 2 күннен кейін бауыры жұмыс істеуін тоқтатады. Кейіннен жүрегі де жұмысын жалғастыруға дәрменсіз болады. Ештеңеден қорықпайтын намибиялықтар қорек ретінде пайдаланғанды қатты жақсы көреді екен. Касу мартсу. Әлемдегі рұқсат етілмеген ірімшік. Не себепті десеңіз, контрабандалық жолмен тасымалданады. Бағасы да едәуір қымбат. Сердиналық қойшының ойлап тапқан ірімшігі күннің астында дайындалады екен. Біраз уақыт тұрғаннан кейін ірімшік шіркейлерінен қалған бактериялар тағам құндылығын арттырады. Егер жеп қойғаннан кейін ішіңізге тірі бактериялар түсетін болса, онда асқазаныңыздың жұмыс жасауы қиын болады. Хакарал. Үлкен акуланың етінен жасалады. Мұндай акуланың еті піспеген күйінде өте улы келеді. Ғалымдар құрамын зерттей келе, адамды өлуге дейін әкелетін аммиак күші бар екенін растаған. Әдемілеп кесіп, күннің астына 4 ай кептіреді екен. Дайын акула өте дәмді болады. Солтүстік адамдардың ең сүйікті асына айналған екен. Осымен бұл бейнеміздің соңына келдік. Бейне таң қаларлық немесе қызықты болса, лайк басып, өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Баршамызға жаңа жыл, құтты жыл болсын. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.